Запретить, заставлять учителей выполнять. Мұғалімдерді мәжбүрлеуді тоқтатамыз. Қазір ұстаздар жұртқа жол жүру билеттерін таратады, үйлерді аралайды, статистикалық мәліметтер жинайды. Мұғалімдерді жұмсауға тыйым салатын үкіметтің қаулысын әзірлеуге кірістік. Білім туралы заң 51-ші бап. Кәсіби қызметіне арналған жағдаймен қамтамасыз етіле отырып, педагогтық қызметпен айналысуға. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы 51-ші бап, 2-ші тармақ. Білім беру ұйымы әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне шағым жасауға. 51-ші бап, 13-ші тармақ. Білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдер тарапынан өз ар-намысы мен қадір-қасиетінің құрметтелуіне құқығы бар. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы 51-ші бап 4-ші тармақ. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, педагог жұмыскерлерді өздерінің кәсіптік міндеттерін орындаумен байланысы жоқ жұмыс түрлеріне тартуға жол берілмейді. Қазақстан Республикасының Конституциясы мәжбүрлі еңбекке тыйым салынған. Мәжбүрлі еңбекке соттың заңды күшіне енген үкіміне байланысты төтенше жағдайда, сонымен қатар соғыс жағдайында ғана жол беріледі. Мәжбүрлі еңбек адамның еркінен тыс тартылатын жұмыс түрі.